Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жансая. Бүгін сіздермен хлебные палочки, нан таяқшаларын жасайтын боламыз. Балаларға бергенге өте дәмді, әрі балалар бірден жеп қояды. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алғашқы шыққан видеом сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен ыдысымызға піскен асқабақты саламыз. Үстіне сұйық майымызды құямыз. Кез келген майды қоссаңыздар болады. Мен сары май қостым. Ыдысымыздың үстіне 1 шай қасық тұз, жасыл гречка ұнын және су қосып, жақсылап араластырамыз. Енді сіздер өздеріңіздің ұндарыңызға қарай көресіздер. Мен 200 грамм ұн қостым. Не 200 граммнан асып кетуі де мүмкін, немесе 200 граммнан кем болуы да мүмкін. Қамырларыңыз қолыңызға жабыспауы керек. Дайын болған қамырымыздың үстінен соданың үстіне алмақ сусын қосып, реакцияға түсіреміз. Және де қамырымызды жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды өзімізге керекті таяқшалар жасаймыз. Ұзындығын өздеріңіз қалағанша ұзын немесе қысқа қылып істесеңіздер болады. «180 градуста қызып тұрған пешімізде 30 минутқа салып алатын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай ортасы толық піскен, әрі жұмсақ, бөлгенде демде бөлінді. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын рецепт.